Жаман түстер мазалап мазасы қашқан. Мысыр елінің перғауыны туралы білесіз бе? Бұл құлдан қала әмірсіне айналған Жүсіптің оқиғасы. Перғауын түнде шошып оянды. Сұрықсыз арық сиырлар мен сидиіп, солып қалған масақтар туралы түстер оны түнімен мазалады. Оның сиқыршылары түсін жорып бере алмады. Абыздар да үнсіз қалды. Сонда сарай қызметшілерінің бірі: «Уа, патшам, егер рұқсат етсеңіз, зынданда түстерді жори алатын бір көшпенді бар» деді. Жүсіпті дереу зынданнан алдыртты. Сонда перғауын одан түсін жорып беруін талап етті. Жүсіп кідірмеді. «Мұның мәнін мен емес, Құдай ашады» деп сөзін бастады. Алда 7 жыл молшылық болады. Содан кейін 7 жыл аштық келеді. Қазірден бастап астық жинап қор жасаңдар, әйтпесе Мысыр елі құрып кетеді деді. Перғауын оған ойлана қарады да, патшалық мөр сақинасын қолынан шешіп, Жүсіпке тапсырды. Оған сәнді шапан кигізіліп билік берілді. Құдай Жүсіпті Мысыр елінің басқарушысы етті. Аштық басталған кезде жан жақтағы халықтар Мысыр еліне қарай жол тартты. Себебі ол елде астық мол болатын. Олардың ешқайсысы Жүсіптің өткені туралы, оның бір кездері құл болғанын, туған ағалары сатып кеткенін білмеді. Бұл оқиға Інжілден алынған.